ешкімнен қорықпайтын қарақшы семсер өмір сүріпті. Сәлем балақайлар, сендермен мен қарақшы семсер. Мына жер неге қорқынышты? О, енді дұрыс. Бүгін менің сиқырлы компасым қай мекенге жеткізер екен? Бәріміз бірге сиқырлы сөз семсер деп айтайық. Семсер. Менің сиқырлы компасым тағы да мені қызықтар әлеміне алып келді. Тамаша. Сәлем балақайлар. Сіздермен тағы да мен қарақшы семсер. Қалдарың қалай? Бәрі жақсы ма? Менде де бәрі жақсы. Балақайлар, біз бүгін қызықтар әлемінде не үйренетінімізді білесіңдер ме? Ол құпия болып қалсын. Мен оны сендерге қазір айтып беремін. Келістік пе? Сендер үйренуге дайынсыңдар ма? Дайын болсаңыздар. Кеттік! Хоп! Кеттік! Семсер. Менің ақыллыларым, бүгін сендермен бірге қызықтар әлемінде не үйренуге болатын мен таптым. Айтайын ба? Әрине айтамын. Естерімізге түссек, біз алдыңғы бөлімде қызықтар әлемінде 4 түсті үйренген болатынбыз, иә? Яғни, күшті ұйықтайтын түс емес, естеріңде болса. Ол бізді әлемді жаулаған әртүрлі түстер, яғни ол қызыл түс болды, одан кейін жасыл түс болды, одан кейін сары түс болды, одан кейін көк түс болды. Яғни қызыл, жасыл, сары, көк түс. Бүгін тағы да сіздермен 4 түсті үйренетін боламыз. Үйренуге дайын болсаңдар, мен сіздерді үйретуге дайынмын. Біздің ең бірінші үйренетін түсіміз ол мына түс. Қараңыздар, біз алдыңғы бөлімде геометриялық фигураларды үйренген кезде бұл бізде шеңбер, домалақ болған болатын. Осы жолы осы шеңберіміз қай түсте болып тұр? Ойланыңыздаршы, қандай түсте ойлайсыздар? Бұл бізде күлгін болу мүмкін емес. Қызғылт болудан мүмкін емес. Ақ болудан мүмкін емес. Бұл бізде. Өте дұрыс. Қандай? Қара. Өте дұрыс. Қара түс. Бұл бізде шеңбердің ішінде түсірілген қара түс. Жаттап алыңыздар. Қара түсті бізде өте көп. Жол қара болады. Қарғаның түсі қара болады. Қардың түсі. Әрине, біз қардың түсін үйрену үшін біз мінекей мына тұрған үйге келеміз. Қараңыздаршы, мынау біздің әсем қыздарға, әрине сұлу қыздарымызға соғылған әдемі үйдің түсі қандай? Ойланып көрейікші. Біз бағана үйренген түс қара болған. Балақайлар, бұл қандай түс? Дұрыс! Ақ! Тамаша, біз қара түсті үйрендік. Бұл ақ түс. Біздің кішкентай сұлу қыздарын сұратын үйдің түсі ақ, қара, ақ. Тамаша, ары қарай жалғастырамыз. Ал біздің ақ үйіміздің түсінде тұрған, жауып тұрған шатырдың түсі қандай? Бұл бізде шатырдың түсі. Ойланыңыздар, күлгін емес. Қандай түс? Қызғылт. Өте дұрыс. Бұл бізде қызғылт түс. Қыздардың сүйікті түсі. Барша ханшайымдардың киетін көйлектің түсі қызғылт болады. Керек десеңіз, біздің балаларымызды арнайы қыздарымызға жасалған сырғанақтың түсі де қызғылт. Көрдіңіздер ме? Ары қарай қараңыздар. Міне, қыздардың жақсы көретін ойынның түрі. Ары қарай жалғастыра айтты, мен басым айналып кетті. Бұл да бізде қызғылт түс. Ары қарай түстерімізді жалғастырайық. Біздің 4 түсіміз қандай болатын білгілеріңіз келсе, бері қарай келіңіздер. Бұл бізде геометриялық фигураларды үйренген кездегі фигуралардың біреуі. Яғни 4 бұрыш. Иә? 4 бұрыш. Сол 4 бұрыштың ішінде қандай түс тұр?
Бұл қандай түс деп ойлайсыздар, балақайлар? Ойланып көріңіздерші. Біз бағана үйренген түс ол қара, ақ, одан кейін қыздардың жақсы көретін түсі қызғылт, соған ұқсас. Қандай түс? Күлгін! Өте дұрыс. Бұл бізде күлгін түс. Күлеміз, күлгін деп айта саламыз ғой. Күлгін. Құрметті кішкентай ақылды менің балақандарым, балапандарым, достарым. Біз сізбен болып бүгін тағы да 4 түсті үйрендік. Алдыңғы бөлімде сізбен бірге 4 түсті үйренген болатын, соның бәрін қосып, еске салып, шолу жасап өтеге. Ең бірінші үйренген түсіміз қызыл, жасыл, сары, көк түс болатын. Ал осы бөлімде біз сізбен бірге тағы да 4 түсті үйрендік. Оның ең біріншісі қара, ақ, қызғылт және күлгін. Міне тамаша. Сізбен біз болып 8 түсті үйреніп алдық. Осылай әрдайым ақылды болып бір-бірімізге көмектесіп жүрек. Балапандар, сендер сияқты балалар бұл дүниеде өте аз. Сол себептен әрдайым қарақшемсермен бірге ақылды, осындай сұлу болып жүре беріңдер. Осы бүгінгі бөлімнің құрметіне тағы да қарақшемсердің биін билеуге дайынсыңдар ма? Ендеше кет. Жоқ. Әрдайым айтуды ұмытып кете берем. Лүпіл басып, подписаться, тіркелу кнопкасын басуды ұмытпаңыздар. Қарақшемсер сіздермен бірге әрдайым кеттік. Билейік! Сендермен көңілді, бейімді бастаймын. Аяқты, денеңді, қолыңды қимылдап, менімен тоқтамай биле, 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 биле. Сендермен бірге биле. Биле, 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 биле. Отырамыз, тұрамыз, тоқтамаймыз, билейміз. Өзіңе сен тоқтамас, сен күштісің, мықтысың. Көңіліңді көтеріп, күш-қуатпен бөлісіп, жан-жағыңды қуандап, бәрін өзің қолдашы. Биле, 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 билеші. 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 Всем, всем.